Қайырлы кеш, YouTube оқырмандары. Жүрек жарасы арнасына қош келдіңіздер. Жезде мені алғаш рет басқаша қараған күн есімде. Күнде тым ыстық, мен де тым жас едім. Аппақ көйлек киген сол күні күннің нұры терезеден түсіп тұрды. Көйлек жұқа еді, тым жұқа. Төмен киген көйлегім көкіректі толық жаппады. Жездем үндемеді, бірақ көз қарасы менің денемді ақтарып шыққандай болды. Ол күні әпкем түнгі ауысымда қалған. Үйде екеуміз ғана едік. Мен ішкілік ішпегенмін, бірақ жүрегім мас еді. Жездем ваннадан енді шыққан, беліне оралған ғана сүлгі тамшы су иығынан баяу сырғып кеудесіне қарай түсті. Мен көзімді тайдыра алмадым. Не болды? Балдыз деді. Ол жымиып, даусы салқын, бірақ көзі жалын еді. Көйлек дедім. Иә, әппақ екен. Ол жақындады. Мен бір қадам шегіндім. Арамызда ешкім жоқ, ештеңе де жоқ. Тек тынымсыз ауыр. Осылай үнемі ашық жүресің бе деді. Сіз ше, үнемі осылай жартылай жалаңаш жүресіз бе дедім. Кенет ол мені тартып алды. Сүлгіден тараған жылы иіс мұрнымды тесіп өтті. Кеудем оның кеудесіне тиіп, ол көйлектің мойын тұсын ақырын тартты. Екі иығымнан түбінен сырғыта тоқтаңыз, айтшы дедім. Сен қаладың ба? Осыны. Мен үндемедім. Үндемегенім келісім екен. Ол білді. Менің денем дірілдеп тұрды. Қызарып кеткен ұштары көйлекке жабысып, бәрін ашып тұрды. Ол ескеді. Тынысым ішіме тығылып көзім жұмылды. Мұнша шөлдеп тұрғанын сездім. Оның алақаны менің белімде тұрғанда мен бүкіл санам сөнгендей болды. Көйлек баяғыда жерге түскен. Мен оны киіп тұрмын деп ойласам да, ол баяғыда түскен екен. Жездемнің бір қолы иығымнан сырғыды. Екінші қолы белімнен түсті. Бір-ақ рет, деді ол сыбырлап. Осы түн. Мен басымды изедім бе? Жоқ, тек кеудемде дүрс-дүрс етіп соққан жүрекпен көзімді еріксіз келген жас мен құмарлықтың арасында шекараны сызып тұрды. Ол мені апарды. Сықыр еткізді. Аузыма сөз келмеді. Көйлегімнің жұп-жұқа матасы оның алақанының ыстығын жасыра алмады. Ол мені қалап тұрғанын сездім, ал мен әлдеқашан оған беріліп қойғам. Жездемнің иісін жұтып, құмарлықтың отына тұтанып жатқанымды білгенде, ұяттан емес қалауымнан дірілдедім. Сен тым тәттісің, деді ол. Апам білсе ше? Білмейді. Ол мені итермеді. Әр қимылы ішімде ұятпен ләззаттың күресін бастады. Сол түні мен алғаш рет өзімді әйел сезіндім. Жезделік емес, ер адамның құштарлығы, тәртіп емес, құмарлықтың заңымен. Таң атқанда оның иығында ұйықтап жатыр екенмін. Терезеден сызат түсе бастаған түнгі құмарлықтың лебі баяу басылып, шындық иығымнан түсті. Ол ұйықтап жатқан, ал мен ояумын. Кеудемде біртүрлі тыныштық, айғай жоқ, үрей жоқ. Мен не істедім деген бір ой келді. Бірақ өкіну емес, таңырқау. Мен өзімді жек көргім келді, бірақ жек көре алмадым. Ол мені жезде, мен әпкемнің сіңлісімін. Бірақ түнде ол менің әйелім деп атады. Көзім тек сені көргісі келеді, деді сол сәтте. Мен бәрін ұмыттым. Әпкемді де, үйді де, тәрбиені де. Тек мен әйел болып, ер адамға толық берілген сәтімді ғана ойлап жаттым. Түнгі кісінің айтқан сөздері есінде ме деді. Ақырын, иығымнан түртіп. Есімде дедім, бірақ шын айттым. Мен үндемедім. Аяғында әлі де оның алақанының табы бар сияқты. Кеудеде оның демі, жанында тыйым. Бірақ жүрегімде сол бір түнгі әйелдік бақыт қана қалды. Сол түннен кейін бәрі өзгеріп кетті. Бірақ тек мен үшін менің ішімде бір нәрсе сынып қалғандай болды. Ал ол тек көзін тайдырып, бұрынғыша жүре бастады. Таңғы ас үстінде жезде менен аулақ отырды. Әпкем риза болып, езу тартып отыр. Сіңілім, неге меңсің? Ұйықтамадың ба? дейді. Мен жымидым. Жымиғанмен ішім өртеніп тұрды. Түнде мен оған тәнді ғана емес, жанымды беріп қойғанымды енді ұқтым. Бірақ ол маған тек түннің құшағы керек болғандай кешегі не нәрсе еді деді. Ол бір кеште, екеуміз ғана қалғанда.
Ол аяғын көтеріп қойды. Қателік өткеннің ісі, айтпай-ақ қояйық. Сол сөз мені сындырып кетті. Қателік пе? Мен жыладым, бірақ үнсіз. Қасыңдағы әйел болғым келді. Бірақ ол тек құшағында қыз болуымды ғана қалаған сияқты. Жарайды, ендеше мен де ұмытармын. Дірілдеп, ұмыт, сол дұрыс болады. Бірақ мен ұмыта алмадым. Сол түні ғана өзімді толық әйел сезінген едім. Ал бүгін жай ғана алданған сіңілі екенмін. Жездем мені ұмытып кеткен шығар деп ойладым. Күндер өтті. Ол маған салқын. Мен де барынша сыр бермей жүрдім. Бірақ бір күні әпкем түнгі ауысымға кетті. Ал мен ас үйде ыдыс жуып жатқанмын. Ол келді. Қолымды қатты жарақаттап алыпсың ғой, деді. Сол кезде мен саусағымнан аққан қызыл ізді байқадым. Неге байқамадым деп өзіме таңғалдым. Бірақ ол алды да ақырын сүйді. Жаным ауырса да менің жүрегім сыздайды, деді бір сәтте. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Сен ұмытпадың ба, дедім ақырын. Ол ештеңе демеді. Тек итеріп жібергендей болды. Ұмытуға тырыстым. Бірақ сенің иісің, сенің жанарың менің түнімде жүр. Сол сәтте менің көзім жасқа толды. Бұл қайта жалғасар мекен деп үміттендім. Ол мені есікке апарды. Сол сәтте мен өзімді енді ғана жай ғана қыз емес, бірақ жанын сүйген әйел сезіндім. Көйлек ішіндегі денем от болып жанып тұрды. Ол мені жатын орнына емес, үстел үстіне апарды. Бір кезде қателік деп атаған түннің жалғасы қайта басталды. Арада бірнеше ай өтті. Әпкемнің бетіне тіке қарай алмай жүрмін. Ішімде не болып жатқанын білсе де, ол мені тірідей көмер еді. Бірақ мен де тіреулікке айналып бара жатқандаймын. Бүгін таңертең жүрегім айнап құсып жібердім. Басым айналып бір сәт еденге отыра кеттім. Әпкем уайымдап клиникаға алып барды. Аяғым ауыр, бірақ бұл ең қорқыныштысы емес. Мен баланың әкесі кім екенін нақты білген сияқтымын. Себебі соңғы рет ол менің жаныма түннің бір ауығында келіп еді. Жанымда жатқан әпкемнің өзі түсімде бір нәрсе көріп ыңырсып жатты. Ал мен үнсіз көзімді жұмған күйде дірілдеп жатқанмын. Ол менің жаныма кіріп келгенде жүрегім дүрсілдеп кетті. Тыйым салынған, бірақ құмарлықпен боялған сол сәт менің есімде еді. Ол мені итеріп жанымды езіп жатты. Мен қарсы келмедім. Себебі мен мастықта жүргендей болдым. Бүгін кешке әпкем үстелде отырғанда телефонына бір видео келді. Мен үстінен қарап қалдым. Жүрегім тоқтап қала жаздады. Бірақ бұл менің өз бөлмемде киімсіз жатқан кезім. Бұл не, деді әпкем сыбырлап. Оның дауысы дірілдеді. Көзі шытынап, ерні дір-дір етті. Мен үндемедім. Мен жылаған жоқпын. Тек үстіндегі көйлекке қарап, екі қолымды қысқан күйде тұра бердім. Ол кетті, артына да қарамады. Сол сәттен бастап ішімде бір өмір өсіп келеді. Бірақ бұл баланың әкесі кім екенін білемін. Әпкем мені кешіре ме? Ол енді мені көргісі келе ме білмеймін. Бірақ мен бір нәрсені анық білемін. Мен сол түннен бастап ешқашан бұрынғы қыз емеспін. Бәріне өзім кінәлімін. Құмарлық тәтті, бірақ сол тәтті кейін уға айналады. Оны ішіп қойған адам мәңгі шөлдегендей өмір кешеді екен.